Сәлем оқырман. Мөлдір мен Айсұлтан қосылған секілді. Екеуі болса бірге бір видео жүктеген болатын. Қызымызға ақ гүлін беріп, екеуі қайта бірге екенін бүгін білген болатынбыз. Мөлдір болса астына бір сөздерін қалдырған болатын. Төмен құлаған адамдар мені арқамда талқылап жатқанда, мен өз бақытымды үнсіз құрып жатырмын деді. Түсінетін көрермен баяғыда түсінді. Ол болса бір болайықтың эфиріне қатысты көрінеді. Айсажан, Медина, Диана, Моля деп төрттік жасап отырған еді. Медина болса айтқаны Мөлдір мен Айсажан екеуі кездескен екен. Машинада отырған шығар бәлкім. Сол кезде көрген адамдар бар. Жоқ, сұраған жоқ. Қазір келіп Айсажаннан сұрап отырмын. Яғни тек қана сөз. Бір ауыр сөздерде кеткен болатын. Камера сүйетін қатындар деді ме? Камераға тоймайтын қатындардан деп айтып отыр. Ай, Медина. Ауыр кетті, енді қызғаныш қайда апарады? Не, фото, видео. Сұраған жоқпын ол нәрсені. Енді жастар өз бақытын тауып бақытты болсын. Уақыт көрсетер, алда көре жатарымыз не болатынын. Ал пікірлер оқып көрейік. Қаншама халық қуанып жатыр. Киноға да бұлай таңдап түсіре алмас, қандай ұқсастық, әдемілік бақытты. Болып кетсе екен балалар. Қаншама адамдар қуанып өз балаларын көргендей болды. Рахмет сендерге. Ақтаудан қолдаушы әжелерін. Қайта жолығу кейде тағдырдың жазуы. Кейде өмірдің сізге жіберген белгісі. Мұның мәнін жүрекпен сезіну керек. Болған сияқты, бақытты болсын. Жұптыққа баратындарыңызды білемін. Екеуіңізді де басқамен жарастыра алмаймын.